Баршаңызға сәлем, бұл Мессажан Кесет жайында жаңа влог. Бүгін 20 август жұма, жайында сағат 12:30. Егер де қателеспесем, біз қазір обед жайында батырық, кеттік асыға тек. Мынау біздің кухня дейсің. Мына жақта Ақтілек. Келдім, мен сыңға. Иә, не істеп жатсыз Ақтілек? Сыр кесейін деп жатыр екен. Айжан істемеген істеп. Мына жақта Аружан осындай паста дей ма, не деуші қандай да? Паста, да. Үстіне Сыр себем, сонымен болды. Біздің обедіміз. Мен душқа түсіп алдым, шашым күштілетіп жуып. Кстати, маған қазір шашыма масло жағу кеттік. Мен осы Оллиннің несін қолданамын, крем спрейді қолданамын. Но мана шашым жуып болғаннан кейін шашыма осы маслоны жақтым. Ол андай дымқыл шашқа. Потом қай шашым кішкене кеуіп қалғандықтан осы Оллинді жағатын боламын. Не, маған эффект ұнайды, шашты күшті қылып қояды. Бұл 15 в одном, короче. Қысқаша айтқанда солай. Как термозащита сияқты да. Осы спрейден кейін всегда шашын күшті таралады. Короче, ана жақтан әңгімелерін айтып отыр. Мән бермеңіздер. Все, кеттік, обедшеміз. Правда, элитный ресторанда отырған сияқты болып елестесе салыңдар. Мына жерде паста фетучини, альфредо деп. Тамақ қалай болыпты? Күшті, керемет. Аржан рахмет. Сөйтіп хоп деп әңгімемен тамақты тез жеп алдық. Еще одан кейін шаймен әңгіме кетті. Саламатсыздар ма? Енді қазір макияж жасау керек. Нежный макияж жасайтын шығармын. Қазір көрем қалай болып шығатын. Вообще жасай аламын бекен. Көреміз, короче. Ağız uykudan duruyordur. Nağız duştan çıktı. Amen. Sizlerin yüreklerinizi жалауға шықтым. Yes, макияжды бітірдім. Визажистер болса, қатты сөкпеңіздер. Просто макияж. Мен жасай алғанша жасадым. Кішкене былай нормально алыстан қарағанда әйтеуір білінбейтін недочеттары. Главное, футболкамды ысырып алдым, точнее, шорты. И қазір сәлден соң уже шығу керек. Мен камераға қарап кете берем. Ал біздің фотосессиямыздың образдары, үшеуміздің көйлектеріміз ұқсас болып қалыпты. Ақтілектікі, менікі, Аружандікі. Короче, күшті фотосессия болайын деп жатыр. Ақтілек жатыр жерде. Кет шығар, не що беріп сұрайын? Dimple, папет. Simple. Кетші. Машинаға отырдық. Косметичка алдық, штатив әренеде. Мен дейтін заколкамды ұмытып кеттім. Жұлдыздар жарық жеткенше сағынып үлгердім сені. Жанымнан тұрып кеткенше сағын. Короче, біздер разочарование. Біз негізі подсолнухтың полесіне келгіміз келген фотосессияға жайында келдік. Но подсолнухтардың барлығы, білмеймін, жинап алды ма, или өліп қалды ма, в общем, жоқ. Разочарование года. Мен прям қатты түскім келді осы жақта. Енді көреміз қалай болатынын. Естейтінімізді, в общем, солай. Обидно. А мынау еще бір жарым сағаттық жол. Қазір енді басқа жерге баратын болып, сол локацияны көреміз. Güzel бара жатырмыз. Біздің қарнымыз ашты. Багажникте суши мен пицца бар. Бірақ әлі жегізбей жатыр. Қарнымыз ашылмай жатыр. Шыдай алмай жатыр. Мынау мана пицца. Уже жеп бітірдік. Біреуін жеп бітірдік, сонда да қарнымыз ашып жатыр. Келді, қараңыздар, қандай әдемі жер. Не, мына жер прям әдемі да. Каргалинское водохранилище дейді. Күшті. Біз қазір бір тамақ ішетін боламыз. Суши пицца. Кәлді деген айды. Дейтін барым, сол сияқты. Ойбай. Абайлап тағы кездесу қолайлы жан рахаттанып оңмайлы. Короче, біз тамақ ішіп алдық енді. Все. Тамақ ішіп алдық, енді киімдерімізді ауыстырып, қазір фотосессияны бастайтын боламыз. Но до этого біз қазір
өзімізде андай инстаграм фотолар стористарға соны түсіп жатырық. Смелее кетші бар, пожалуйста. Кетті ма? Вот, енді нормально. Шашыма күштетіп бүйтіп бантик тақтырды. Енді видео түсіретін боламыз. Мен инстаграм парақшама айтпақшы, тіркеліп кетіңіздер, сол жаққа шығатын болады бүкілі. Вот. Біз, короче, анау жерге дейін көтерілетін боламыз. Что это? Шашым жинап алдым. Еще жолға қарап қойып тұрмын. Бірдеңе шықпасын. Короче, не контент үшін бәріне дайынбыз дегендей. Ана бұрышқа шығамыз. Иә, ол бұрышқа шығу болады. Жерді қарап көрші Қытай. Адам шошып жүрді жыланды. Хотя болады шынымен. Короче, главное күшті фотоға шықса болды. Еңбегіміз үшін. Қараңыздар, қандай әдемі жер. Классно, да? Қандай әдемі. Бір, екі, үш. Мен сақат тұрам. Красиво. Онда әмсе көрінде сұхбат еді дейсің ғой еще. Ой, екінші. Айжан қақып қоясың, қазір сосын план шағып атсын. Все, біз бәрін түсіріп бітірдік. Күшті болып шықты. Енді бұйырса дайын болғаннан кейін сіздерге көрсетем. Күшті болды. Бұйырса көріңіздер. Қараңыздар, қандай жерге тоқтадық. Камерадан онша білмейді, бірақ әдемі. Окей, біз қаладамыз. Және де негізі үйге барамыз деп ойлаған болды. Тікелей, бірақ та далада шай ішіп кетейік деп шешті қыздармен. Надо ташкентский чай алдық. До этого қандай болды? Марокканский ма? До этого фруктовый был. До этого фруктовый ныштық, енді ташкентский алдық. Фруктовый плюс ташкентский микс. Ну, прикольно. Шайды қыздырып отырады астына. Мен кеткенде келе вообще. Ана фотоны көрсе вообще жынданады. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сен дегенде жүрек соғар ойнағанда. Все, біз енді үйге қарай жол тарттық. Үйге келесін тоже жұмыстар күтіп тұр. Солай күшті күн болды бүгін енді прям. Сағат түнгі 1:30. Біз қазір жүктейміз бе? Мен булочки, ақлек, пирог дайындайтын болады. Мен влогым бітті. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.